баянды көріп отыр екен. Содан маған айтады, Жазира құдағи, Кенжебек, саған рахмет, осындай бейне баян түсірдің. Сол бейне баянның арқасында біз келінді болайын деп жатырмыз деген кезде мен көзім шығып кетті. Кән деп қарап бассам, сөйтсем, Жәкеңнің көзі кәдімгі біздің асылға түскен екен. Содан міне Аллаға сан шүкірлер болсын. Бүгін осы екі жастың үйленуіне бір-бірімізге себепші болып жатырмыз. Екі жас бақытты болсын. Енді бағанадан бері айтылып жатқан тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынып, Алла қаласа келесі жылы бесік тойға келуді Құдай нәсіп етсін. Өзіңізден деді, иә? Бравыз. Қайырлы кеш, баршаңызға көп рахмет. Деге ең бақытты күнімізде ортақтасып отырғандарыңызға басымыз дейіп рахмет айтамыз. Сіздерге ұзақ тұрғызып қойсақ кешіріңіздер, мен бір нәрсе айтып кеткім келіп тұр. Кеше 2 күн бойы құдағи әдемі тілегін айтты, бүгін енді толқып тұр. Осыдан шамамен 20 жыл бұрын осы жердегі біздің достарымыз Бақытгүл мен Дәуренмен бір жиында болдық. Сол жиында отырғанда келіндік қызметін атқарып тұрған бір өте сұлу, аяғы ауыр келіншекті көрдім. Жас келіншекті. Бақытгүлден сұрадым, ана келіншек кім, өте сұлу екен деп едім. Менің келінім ғой, інімнің келіншегі деді. Сол кезде мен сол сұлу келіншек менің құдағиым болатын. Сол сұлу келіншектің бойындағы нәресте менің келінім болатын білмеппін. Бұл бір ертегідегідей Алланың бізге берген бір сыйы деп қабылдаймын. Көп рахмет сіздерге. Той құтты болсын.